Ерлік ешқашан ұмытылмайды. Қан майданда жауды жігермен жасытқан батырлар жетерлік. Алайда уақыт өткен сайын ұлы отан соғысы ардагерлердің саны сиреп барады. Хас батырларды құрметтеп, жастарды тәрбиелеу мақсатында бүгін шаһарда айрықша акция өткізілді. Тағылымы мол жиын туралы әріптесім баяндайды. Ер есімі ел есінде деген халқымыз үнемі өткеннен сабақ алып, еліне еңбегі сіңгендерді айрықша құрметтеген. Жамбыл жерінен сонау соғыс жылдары 100 мыңнан астам адам майдан даласына аттанған. Өкінішке қарай бүгінде ортамызда санаулы ғана ардагер қалды. Мереке қарсаңында бүгін Таразда ардагерім ардағым акциясы өтті. Іс-шара барысында жастар ардагердің үйіне арнайы барып, ауласын тазалап, ағаштарын бұтап, үйінің сыртын жаңартып, ретке келтірді. Сонымен қатар игі іске мектеп оқушылары өлең оқып, гитарамен ән шырқап, сый-сияпаттарын табыстады. Акция аясында біздің волонтерлар 3 ардагердің үйіне көмек көрсетуді. Көріп отырғандарыңыздай, қазіргі жұмыстың барысы ардагердің үйінің алдын тазалау, үйіне дейінгі ара қашықтықты тазалап, тазалық жұмыстарын жүргізу, бояуларына жаңғырту және де ағаш кесу жұмыстарын жүргізу. Бүгінде көзі тірі батырлардың бірі Иван Макеев. Ол 1927 жылы Ресейдің Тамбов облысында дүниеге келген. Небәрі 17 жасында әскерге алынып, Забайкалье майданында радиодивизион құрамында барлаушы болған. Харбин, Мугден, Чанчун қалаларын азат ету шайқастарына қатысқан. 1951 жылы елге оралып, өңірінің ішкі істер саласында ұзақ жыл қызмет етті. Қаһарманның қызы қолғапс еткен ерікті жастарға өз ризашылығын білдірді. Баршаңызға назар аударғаныңыз үшін, ұлы мерекемізге жеңіс күніне деген құрметпен қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Біз бұл күнді ешқашан ұмытпаймыз. Бұл бізді біріктіретін ұлы мереке, ұлы жеңіс күні. Тағы да баршаңызға шын жүректен үлкен алғысымды білдіремін. Батырлар құрметке әр күн сайын лайықты. Өйткені елім деп соққан жүректің әр қағысы әлемдегі ең ұлы әуен. Отанды сүюдің жарқын үлгісі болған олардың өмірі тарих, әрі мәні мол тағылым. Мөлдір Аманбай, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.